Бұл видеода сіздерге егер сіз 6 сандық парольді ұмытып қалған болсаңыздар, соны қалай восстановить етеміз, сол туралы көрсететін боламын. Мына жерде профильдің суретін бассаңыздар, сіздерде мына жерде карточка деген тұрады. Осы карточканы бассаңыздар, мінекей жоғары жақта настройка дегенді. Бірінші мына екінші тұрған ол изменить пароль, ал мына жерде получить пароль. Мінекей. Мына жерде забыл парольді осы жер арқылы өзгертсеңіз болады. И мына жер арқылы карточка енгізіп, мінекей, мына жерде мына карточканы енгізіп, осыны қайтадан толтырып восстановить ететін боламыз. Мына жерде пароль жаңағы карточканың алдындағы сандарды тереміз. Қолмен теріп шығамыз. Мінекей, қызылды басамыз. Мына жерде аты жөніңіз карточкада қалай тұр, солай жазамыз. Мына жерде жылды таңдаймыз, қандай жылға. И карточканың артындағы 3 санды тереміз. Карточканың артындағы 3 сан қандай, соны тереміз. Мінекей қызылды басасыздар. Мінекей. Сізде енді қайтадан парольді табу керек. Мен бір парольді табам. Соны 2 рет жазасыздар. Мінекей. Пароліңіз сәтті ауыстырылды. Қайтадан тіркелдіңіздер. Карточканы қайтадан тіркелдіңіз.